осындай. Бүгінгі мен ойлаймын, Құнар Плюс жобасының тарихындағы ең қызық эксперттік часть болып жатыр деп ойлаймын өзімше. Бәріне мен шамды, өнім асым қарлы, отбасымның қамы, қайтам. Біз Ақсеңгір ауылынан 3 отбасыны таңдап, оларға 30 қой және 2 ангус сиырын бердік. Жоба соңында қойдың санын көбейткен және сиырдың салмағын өсірген отбасы 10 миллион теңгеге ие болады. Құнар Плюс реалити шоуының финалына шақырамыз. Көшпенділер мәдениетінің атмосферасына толы ерекше фестивальге келіңіз. Алматының дәл жүрегінде жас қазақ артистерінің әуені мен көрнекті этно ойындар арқылы қазақ дәстүрлерінің рухын сезініңіз. Сізді Құнар Плюс жеңімпаздарын марапаттау рәсімі, реалити шоу қатысушылармен кездесу, Step Songs, Аяу, әлем топтарының өнер көрсетуі, 1 сағаттық көшпенділер ойыны шоу бағдарламасы, 10-нан астам интерактивті қазақ ұлттық ойындары, 500-ден астам сыйлық ойнатылатын ұтыс, үздік қазақ ұлттық киіміне арналған байқау, диджейлердің музыкалық сүйемелдеуі, жәрмеңке аймағы, ұлттық тағамдар мен сусындар ұсынылатын этно-фудкорттар, қол өнер шеберлерінен шеберлік сабақтары, аниматорлары бар балалар аймағы күтетін болады. Билеттерді sходим.com сайтынан сатып алыңыз. Біз бүгін Озем ипподромындамыз. Қазір сол бәйгеге маусымдағы аттармен бір танысып шықсақ, көрейік бар күшті. Бәрі бабында шығар қазір, алтыншы. Бәйгеге қатысқан тұлпарлар осындай, Жоқ, бұл жерде мен тағы түсіндіріп айта кетейін. Қазіргі кішкене анонс жасайын, рұқсат берсеңіздер. Қазіргі бар танысатын бапкеріңіз Арал Сатаев деген жігіт. Арал Сатаев деген жігіт Қазақстан Республикасының 2023 жылғы бәйге чемпионатындағы ұтқан аттың бапкері. Бұл чемпион бапкер деп айтады. Арал деген бала. Анонс жасап атқаным ғой кішкене. Тамаша. Тұлпарларшы өздері. Тұлпарлар енді бұлар болашақта қатысатын тұлпарлар. Қатысып өтпеген, қатысады, енді қатысады. Жастар ғой, жастар. Тамаша. Ендеше біз чемпионмен танысуға кеттік. Чемпион бапкерімізбен. Кішкентай балаларға аттың үстінде жүру пайдалы деп айтады, денсаулыққа сорас па? Кішкентай балаларға емес, үлкен адамдарға да, негізі. Сосын қазір мен естідім, енді кең тараған аурулар бар, аутизм сияқты аурулар. Өте осы атпен жүруді нететкен, жазаткен дәрігерлер. Сонда бұл қалай? Бұл мынандай ғой, жылқының қасиеті енді мынандай ғылыми дәлелденбеген, бірақ практикада бар, тәжірибеде. Жылқы адамның ауруын қабылдайды өзіне. Бір мысал фактылар бар да, сол аутизмға пайдаланған жылқылар өліп қалады. Баланың диетаны қабылдайды. Доктораттар ғой, доктораттар. Именно қалай ол өзі іс жүзінде іске асырады, ешкім түсіндіріп айта алмайды, бірақ фактлар бар. Киелілігі бар, сонда жылқының? Отырған кезде, жайда отырған кезде атқа бүйтіп омыртқасына үйкелесің ғой. Үйкелген сайын денеңнен сенің без бөлінеді, сенің денеңнен. Сол без арқылы бүкіл аурулар шығарып береді. Біз келдік қай жерге? Атқора. Атқора. Ағамызға қақтарды, чемпион ағамызға еді. Ассалаумағалейкум. Сіз чемпион бапкер деп айтты сізді. Есіміңіз? Арал. Мына Арал мырза, көрермендерге бір сәлем беріп қойыңыз. Тамаша. 2023 жылғы маусымның чемпионы, бұйыртса тағы да алда чемпиондық маусымдарыңыз көп болсын. Қабандоз, бағана есім кім? Раян. Міне Раян деген чемпион жігіт бағана сыртта жүрген кезде, кішкентайлар ма шабатын, кішкентайлар ма дейді, міне осылар шығады, осы қазақтың атын әлемге танытатын, ертең бұйыртса басқа елде де чемпион болып бұйырсын. Нешедесің? 12-де? Неше жасынан бастап аттасың? Кішкентай 8 жасынан бастап. Тамаша. Раян молодец, таңғы 7-де тренировка істеп жүрген көрдің бе? Тамаша. Қаладан қатынайды ма бұл балалар? Осы жақта тұрады. Раян скоро пенсия шығады келесің ғой? Арнайы келіп тұрады ма? Жалпы үй осы жақта ма? Үйін қай жерде? Өз осындағы өмір сүреді. Жаттығу үшін. Кәдімгідей, бұл кісінің кіреді жұмысы бәйге деген кәдімгі спорт, тренировка барады, күнде неше рет бүйтіп.
Сен атын бір жүрсің ба? айналады, екі айналады деген. Сен атын жүрсің ба? атын аласың ба? Бұла міне жақында карьерасын бастайды. Да. Мо бес как раз келеді. Мынау да енді шауысың ба? Ат шабасың ба? Біздің бала ғой. Біздің бала Бір жәке уақытта өтті. бұл жігіт андай бір мотоцикл сондайларға Ат тамаша. жақсы көреді. Атымыз 5 жаста атақты Америкада Ефлит Алекс деген айғыр бар. Америкадан келген ат бұл жалпы. Россияға келіп, былтыр Россиядан сатып алынған. Өзіміздің қазақша Шахзаман деп қойған атымыз. Заман. Алла қаласа биылғы жылдың чемпионаттың финалына аламан бәйгеде бағын сүйеміз. Ай, тамаша. Шахзаман Әдемі. 5 жасар. Финалға. Финалда Шахзаманда сен отырасың ба? Райан. Тамаша. Финалда бірінші орын алып келуіңе тілектеспіз. Бәйгені топ жарып. Шахзаманның екеуің жараспысыңдар ғой, әдемі. Ей, мынау шай жануар не деген әттейім, Жақынырақ баса көріңіздер. Деген ат. Тоже Россиядан Карьерасын айтып кет. 3 жыл бұрын келінген жылға Россиядан алынған. Биылғы жылғы маусымда чемпионатқа отбор болды, іріктеу. Сода Қызылордада өткен неде топ бәйгеде екінші орын алды. Финалға жолдамамыз бар. Алла қаласа финалда топ бәйгеде бағын сынаймыз. Былай кетіп көрсе бола ма? Көріңіздер. Бараға, иә. Көп бараға, иә. Мысалы, көрермендерге түсіндіріп кетсеңіз, мысалы, аттың бәйгеге мықты шабатын, шаппайтынын мысалы қайдан білуге болады енді өзіңіз енді. Қорқып қарап тұрған жоқ. Мына Көрермендерге осы кейіп қонақтарға бір ше. Мына ат жақсы шабатын шап. мынау мысалда мына бәйгеге қандай тұқым шабады деген кезде иллюзия керек емес та. Тек ағылшын жылқысы шабады. Ағылшын жылқысы шабады. Мына Заробред дейді ағылшындар. Мүлтіксіз шығарылған тұқым бұл. Мүлтіксіз шығарылған Заробред. Мынау шабатын жылқыны қарасаңыздар біріншіде мына төсіне қарап, төсі шығып тұр да бүйтіп. Мұның іші жүрек, мына мотор. Мойны жұқа ұзын болады, жіңішке болады мойны. Шоқтығы шығып тұрады. Шоқтық деген бұл рычаг, аяқты алға қарай лақтыртатын. Анау қоян жон болады мынандай. Мынандай подуглом түсіп тұрады. Бұл таза ағылшын жылқының сипаты да, Абай сипаттаған. Шоқпардай кейкілі бар қамыс бар, осы ат міне. Көрдіңіздер ме? Ағылшын жылқысы. Бізде айтып жатады, қазақ неге шаппайды, қазақ тұқымы неге шаппайды. Қазақ тұқымы ет пен сүтке жаратылған ғой, жабы жылқысы. Ал мынау ағылшын жылқысы шабады бізде. Көрдіңіздер ме? Міне сипаты, қамыс құлақ, ана көзі, бота көз, мындай мөлдіреп, көзі қандай әдемі қараңыз. Тыпай, көзін тасқа, иә. Жаңағы салперен, бөкен қабақ, жаңағы жағы. Көрдіңіздер ме? Өзі сипаты тұр да, аяқтары жіңішке болып келеді. Жел аяқтың белгісі анау. Көрдіңіздер ме? Аяқтар жіңішке болып келеді, артты аяқтарды. Жаңағы құйрықтары жұқа болып келеді, сирек болып. Жалы сиректеу болып келеді. Бұл жылқы бәйгенің сипаты да, бұл ағылшын жылқысы. Андай жылқылар бар ғой, прокатқа берілетін жылқылар азып тозып жүр, омыртқа қисайған, андай, уже көп адам мініп тастаған, қызметте жүрген жылқыларды көрсең, сәл жаның ашып, сәл жақсы көрмей тұрасың олар, сен не үшін? Бірақ анау атты бүгінгі жылқыларды көрген кезде тұлпар ғой действительно. Адамның да екі түрі бар ғой, мысалы, бірінші түрі накачанный спортсмендер, которые өздерінің қатты қарайтын мышцалар шығып кеткен, екіншісі мен сияқтылар. Өздерін алып жүрді ше? Белі қисық дейтін сияқты, прокатта жүрген аттар дейтін сияқты. Прокаттағы мен, аналар накачаныйлар ғой, не деген сұлулық аналардың аяқтары болсын, дене болсын. Бүгінгі мен ойлаймын, Құнар Плюс жобасының тарихындағы ең қызық эксперттік часть болып жатыр деп ойлаймын өзімше. Өзімізге, е? Қандай аттар негізі? Мышцылары сен. Бізге де көрсетпейді, обычно бүйтіп кетсе ше. Құнардың арасына келіп қойып қалып отырық қой. Айтамын. Мына мышцылары шығып, спортсмендер ұқсап тұр, е? Спортсмен адамдар. Адамдардың спортсмен түрлері, тренировка залға барады, же качок түрлері ғой. Мына мықты жігіттер сабырлы, спокойно келеді ғой, мына сондай ат қой, көрдіңіздер ме? Бәріне көлік тұрады. Мына неше түрлі адамдар келді, неше түрлі иістер келді, бәріне шығады ма? Неше түрлі иістер келді ғой. Қатты сезімтал болады ғой бұлар, Иә, қатты сезімтал, иә.
Арық екен, Сен көрмей қой. Мынау аты арық екен, Арық емес, бұл нарқызыл деген ат. Науыр қаттырақ спортивный осы. Артық вес жоқ қой бұларда. Былтыр Грознойдан алынған сат. Бұна негізгі идеясы мынандай ғой, қыс бойы энергия жинайды, көктемде салмағын түсіреді. Мына спортсмендер салмақ айдайды ғой, бұлар да салмақ айдайды. Бұлар негізі құны қанша? Енді әртүрлі Осы жалпы қаншадан басталады деймін, дәл осы. Шағзаман 10 миллионға келді. Шағзаманның бағасы 10 миллион теңге екен. Сондайға келді. Мынау байрақ 7 миллион. Көрі ғой, 6 миллионға келді. партисипай ғой. Аттың бойы мына жерден есептейді. Мына çoğukluk дейді. Мына çoğukluktan төмен қарай мына өзінің специальный линейкасы болады. Содан есептейді. Мына жобамен метр 63-62 мынау. Аса биік ат деп есептелмейді. Негізі бәйге биік ат алмауға тырысады жігіттер, көбісі. Сосын бұл аттар сатылады ма кейін? Қалай болады екен? Біз енді атты бизнеске айналдырмаймыз. Нақты сатамыз деп айтпаймыз. Бағасы кеп сат деп жатқан баға болса, мысалы мына атты қазір жобамен бір 50 мың доллар берсе, 50 қанша? 50 мың доллар. 50 мың доллар. Жобамен сатып алу мүмкін. Бұны енді ат құмарлар алады ғой, Ат белгілердің ішінде мынандай ырым бар. Біреу атыңды сап кесіп, сап деп сату керек деген. Өйткені ол сатпасаң ауыр қалады дейтін сондай. ренжіп кетеді дейді. Сол себептен міне Арал айтып тұрды. Аралдың айтып тұрған 50 мың доллар деген сатылмайды деген сөзді. Бірақ ат белгілердің тілінде айтып тұр. 50 мың доллар аламын десе алып кетсін дейді. Бірақ енді бір кішкене атқа қатты бір ғашық болып қалған біреу болса алып кетуі мүмкін дейді. Енді ол бәйгеде сатпайын деп айта алмайды. Мына енді 50 мың доллар біздің тілмен мына азаматтық гражданский языкта сатпайды деген сөзді. Көрдіңіздер ме? Сол ырым бар. Сатпаймыз деп айтуға болмайды. Болмайды. Бағасын айтасың, енді біреудің көңілінен шығып сол бағаны беріп жатса, енді амал жоқ дейді. Әртүрлі бағада жылқылар бар еді, мысалы жаңағыдай 10 миллион, 8 миллион, 12 миллион, 15 миллион деген негізі бір жылқының құны мысалы 700-800 ғой негізі. Арасында 10 есе, 20 есе қымбаттар ғой. Действительно андай да, күшті. Қарайсың ғой, бүкіл ақшамды алшы мен деп сөйтіп айтқың келеді да, стоит. Прям бүкіл ақшаңа ма? Бірақ мен ақшам жетпейді маған. Жетеді? Да? Иә. Сондай ма не? Зикірін сатсаң аласың. Ондай. Зикір сатып атпен жүрмейсің ба? Атпен көдеге сасып заведение кіре беретін болса ше. Азиян шақырмаңдар, сасып келеді дейтін болса. Азиян жақтырмайын ба? Предпоказға шақыратыңыздар. Азиякам бүкіл залып сасып отырса ше. Бұл енді жаңа 18-ге қатыстырасыздар ғой, бір маусымда нешеуіне қатысу қатысады? Бұл енді әркім бірақ енді жақсы шабыс болса әртүрлі шабыс. Бір аптада қосып жатыр. Ат шауып тұр деген бізден мынандай десек болады, ат шауып тұрса қоса беру керек. бабында болса деген. Бұл да темір емес, темір текілі берсең ұстады ғой. Сондықтан мен өзім ұстанымда 20 күн жасап бап қылсам. 20 күн, 22 күн, 25 күн, бір айға даже жеткізіп. Демалдырып. Бәйгеден кейін 10 күнмен атқа тиіспеймін. Бір чауып келгеннен 10 күн атқа баса жолмаймыз. Демалу керек. Демалу керек. Тиіспейміз, 10 күннен кейін ары қарай да жұмысын істеп. Жайлап тренировканы бастайды. Жақсы бәйге болса қоса береміз. Олар нетіп жатады, неден ба? Көп жүгіргеннен ба? Скоростан болады. Күннің скоросты. Ағылшын жылқысының бір қасиеті, бұлардың инстинкті бар да. Инстинкт 300 жыл сұрыптағанда бірінен қалыптастырған алдынан ат көрсе озу керек. Бұл қалыптасқан. Бұл негізгі өмірінің мақсаты сол да. Бұл өліп қалам, құлап қалам деген артта қалады да бәрі. Анан озу керек. Бірінші ой сол болып кетеді. Сол ғана. Оны неге озу керек, ол түсіндіріп айта алмайды. Көрдіңіз бе? Жылқыда намысы ғой. Бір рет озып алған ат уже жеңілгісі келмейді да бұлар. Бізде адамдарда табиғи инстинкт бар ғой мысалы. Енді мысалы бір кішкене баланы біреу ұрып жатса қорғап қалу керек. Оны неге қорғап қалу түсіндіріп айта алмаймыз ғой. Инстинкт бар да бізде. Ұрпақты сақтау керек дегенде. Жылқыда сол да мына ағылшын озу керек. Ол мысалы басқа данчак, рысақтарда жоқ олар. Бұлар анау озылмасам қойшы мен тірі қалуым керек деп қалып қалады да, бұлар өлген тірілгеніне қарамай жүгіреді да. Озып барып құлап, анау неше рет көрдік қой. Мына фиништен өтіп барып құлаған бірнеше рет көрдік. Мен жеке басымда болды сол. Өтеді де, мына дүзгін жіберіп қойса болды құлайды. Ұттым деген. Ұттым болды құлайды. Бұлар өз қасиеті бұл, именно ағылшын жылқысының қасиеті. Мына бапкерде, шабандозда мысалда мыналардың міндеті мына жылқыны біледі ғой бұлар.
жылқы бітіп бара жатқан кезде тоқтатып алу керек та, мына ең бірінші міндеті сол да. Мынау болу сезу керек сол. Кім аралдың да мына екеуінің арасында байланыс болады. Аға мына болмай жатыр дейді. Мынау санкция береді. Иә. Тоқтата қой балам дейді, бол тоқтата. Жылқыға деген махаббатым бірнеше есеге ұлғайды. Сосын бәйге дегенге қызыға бастадым. Бұл да бір бөлек әлем екенін түсіндім негізі. Кәдімгідей бір бөлек әлем, бөлек әлем, бөлек спорт, осындай құрметті көрермендер, осындай ұлттық әдемі спортымыз бар. Осы спортты дәріптеп, қарап жүріңіздер, тым болмаса, көріп жүріңіздер, осындай біздің қызығушылығымыз болса, бұл спортқа деген басқа да спонсорлар, басқа да демеушілер қызығушылық болады. Сөйтіп бұл спортымыз әлемдік деңгейге жетіп, әйтеуір ертең чемпиондарымыз осындай Мерседес сияқты жаңағы осындай жалпы чемпиондарымыз көбейе берсін. Бұйыртса ертең. Енді бұл Дубайда, басқа жақтарда бәйге болып жатады. Ол жақтардағы қашықтық қанша? Сол 18. Бұл жақта ең үлкен қашықтық 4 километрге бармайды ма? 4 километр ол. 1000 метрден бастап 4000 метрге дейін барады. Арасында. Класс дейді, бөлінеді, жасына классына. Оған ол басында қандай начальный қатты шабатын дәріс береді ғой оған, Иә. Бірден, скоростьпен жабатын. 18 дегендер уже Негізі орта жылдамдығы қанша болады мысалы осы бәйге шабатын аттарда? 60 км сағат. 60 км. Ана классикалық ат шабысы. Бізде төмендеу. Бәйгеде төмендеу. Араб тұқымды аттарда негізі қатысады ғой бәйгеге, олар өте мықты деп естідім мен. Араб тұқымды аттар, олар өздерінің спорты бар. Пробег қойды. Түрлері де басқа ғой. 160 км шабады олар. 160 км-ді 4-ке бөліп шабады. 40 шабат демалады, 40 шабат демалады, 40 шабат демалады, сөйтіп келеді. Ол өздерінің бәйгелері бар. Раян деген жігіт, мен шабандасым. Қазір Добырақ дейді, атымызбен күнделікті жаттығу жасайтын жерге алаңға шығатты. Өзінің күнделікті жасап жүрген жаттығын жасап көрсетеді сіздерге. Арна ер тоқым ғой жеңіл. Вау. Балаң тұрысын қараңдаршы, жіп жинақ қане. Фанат, мам. Я отвечаю. Түргіп кетіп баратыр, балаң көріңдер ме? Атқа нагрузка түсірмес үшін. Бұл сонда методика өз сондай, ана атқа күш түсірмес үшін, Аттың желіне күш келтірмес үшін, атқа ыңғайлы болып тұрсын, жаңағы үзеңге деп аталады ол. Күлқы кетіп мана жігіт? Екі аяғын тіреп тұрып, посадка дейді ғой. Мынау 2000 метр. 2 метр бір. Мынау 2000 метр. мәссаған. Мынаны сендер жай өте алмайсыңдар. Конечно, мен масқара ғой. Ат қазір 3 минут айданып келеді. Жұмсақ болу үшін құм төгілген нақпыруқа алып. Қанша тонна құм кетті мұнда? Енді 300 Күшті қойыпты арал, құм төгілген. Күшті қойыпты. Құрып керемет. 2 күн сайын обработка жасап отыр. Керемет, жақсы екен. Құрметті көрермендер, осымен біздің бәйге федерациясына келген эксперттік бөлімі соңына келіп қалды. Осы шығарылым арқылы сіздерге осы бәйгеге деген, жылқыға деген махаббаттарыңызды аштық деп ойлаймыз. Егерде қызық болып жатса, өздеріңіздің қалаларыңыздағы, егерде Алматыда болса, осындай бір ипподромдарға келіп, жалға алып өздеріңіз атқа мініп бір көрсеңіздер, әрі қарай өзі атқа бір келген адам ұнатып қалады. Қарай бергіміз келеді енді. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және каналға тіркеліп қойыңыздар. Және бүгінгі шығарылымда бізге көмектескен эксперттік бөлімді жүргізіп берген Жомарт ағамызға алғыс білдіреміз. Аман болыңыз аға. Және де чемпиондарды дайындаған, Раян сияқты чемпиондарды дайындаған Арал аға, Арал ағамызға алғысымызды білдіреміз. Алдағы бәйгелерде және финалдық бәйгеде жүлделі орынмен оралуларыңызға тілектеспіз. Аман сау болыңыздар. Амин. Айтқаныңыз. Рахмет. Амин. Тамаша. Осы бір тамаша көңіл күймен біз әрі қарай қуырдақ па бірдеңе жейік енді. Енді бір жылқының етінен бір нәрсе болса? Потолок қой. Ол да күшті. Онда біз сайысқа сарата кеткен едік деп бірейкен. Жылқыны егер арамызда естіп лақтырып жетін болсақ ше, қой сияқты ше, онда ше, вообще жұлып жеп қоятын сияқты бәрібір бірін ше. Онда камера өшсе да дос болмайды. Камера өшсе, наоборот ше, деп ше. До конца десек. Ана Орал деп мадияр класстан дегенімізге деп ше, дәуітақ ажыратып атып ше. Мені бұл негізі реалити шоу ғой, білесіңдер ма? Негізі.
біздің өміріміз повседневно осындай жатамыз. Бізде Толқын апай осы біраз болды қатысушыларды тамаққа шақырмадым, чайға шақырмадым, бір шақырып жіберейінші бітіп қалды ғой деген ниетпен. Бүгін бізді асқа шақырып жатыр. Аруларымыз төр жаққа. Разия, төрге шық. Келеміз. Сабиркемен біз ең бірінші танысқанда съемка істегенде үстіне келгенде осындай болып тұрған. Қош, мен вообще есімде жоқ. Біз бір реклама түсірдік, короче. Бір Мен реклама. бердім ба плов? Иә, еще біз түсірдік, болғанымыз түсіріп кетер шығамыз деп. Настроением жол түсіріп болғаннан кейін. Балдар тамаша алыныр еді. Қоғам күтіп пайданы жайып болғансың. Да? Есімде жоқ, сен есімде. Бір бала келіп. Брат, сен Құнар плюс жүргізбейсің ба, иә? Иә, деймін ғой. Базар жоқ, біздің выпускной жүргізу дедім ба? Иә? Тема, иә? Деп. 2007 жылға бала шығып тұр. Менде кеше не болды? Тоже лифтқа түсіп жатқан бір көршім мініп тұр, снаряд. Сіз мен Құнар плюс қараймын деп. Құнар плюс қараймын. Құнар емес, қайнар деді ғой. Иә, қайнар. Қайнар плюс дей ма? Қайнар, сіз қайнарға дейсіз, мен қайнар қараймын. Қайнар күнде қараймын, күшті проект. Үзбей қараймын. Маған қыз кескен деген кеше Семей жақта ауылда бір кісі айтты. Құнарды көремін мен деп. Қайда? Семей жақта бір ауылға барамын. Мен мамам қарайды кәдімгідей Құнар. Иә, среда сайын қарайды. Мен мамам қарамайды, өйткені мен жеңіл бадым. Мамам тоже қарамайды, көре алмайды ғой мені. Қысқа оқтау неге бергенсің? Ол бәрін біліп отыр, бәрін. Кстати, сол оқтау туралы айтып салыңдар, что Оқтау әркім өз үйіне алып келеді. өзі алып келді оқтау. Сөйтіп айтып Маған сол жеңгем сол қысқа оқтау саған жеңіл болады, бірінші рет жасатқаным ба деп өзі алып келген. Мен еще уже жалпы істеген жоқпын, мен қысқа деп айтып жасаттым, қолдан келгенше нормально. Тағы да сәлем, құрметті біздің сүйікті көрермендеріміз. Бізде кезекті сайыс, сайыстың ерекшелігі алдыңғы сайыстағыдай. Әр блогер өзінің сайысын ұсынатын еді. Бізде алдыңғысында Сабиркин қамыр илеуде алдына жан салмай өзі бірінші орын алды. Ал бүгін бізде Разия алдына жан салмай өзі де бірінші орын алғысы келіп тұр. Бізде бәрінде логика сондай. Бұл сайысты мен шығарған жоқпын. Бұл сайысты өздері шығарды. Тамаша. Қамыр илеу шығарғандай ғой. Бүгінгі сайыстың аты КВН. КВН ойнаймыз, тамаша. Иә, КВН. Бізде блогерлеріміз жарысады. Кім қалай, жалғыз өзі, жалғыз емес деген сияқты өзінің әртүрлі форматында. Ал ендеше бүгінгі сайыстың әділ қазысы осы Құнар жобасындағы ең күлкілі адамдардың бірі. Осы жігітке тапсырайын деп шештік. Ендеше аңсаған! Лучший жюри! Қош келдіңіз аңсаған мырза. Әділ бағалайды деген үміттеміз. Ақшаңыз көп болсын бастысы. Кеттік. Ендеше біз сайысымызды бастаймыз. Рахмет. Мен жюри қылып осылай таңдағандарыңызға. Енді... Кім таңдады сені? Ау? Кім таңдады? Өзім таңдадым ма? Енді бұл блогерлік сайыстың ерекшелігі әркім өзінің шартын қоя алады ғой, мысалы таңдап деген сияқты. Енді Разия да осындай өзінің шартын қойған екен. Бүгін бізде жюри біреу емес, екеу. Ендеше екінші жюри Есентай Ниязбаев. Шапалақтарыңызбен. Аялдама КВН командасының және от души командасының мүшесі. Бүгін демалам деп келіп тұрмын. Бүгін Есентай өз-өзінің шуткаларын оценивать етті. Тамаша, осындай. Екінші жюри келген кезде мен түсіндім, бұл ойын сатып алынған. Не деген әділетсіз ойын деп жазатындарға сразу айтып кетейін. Иә. КВН-ді бастаймыз. Алғаш болып бастайтын бізде Разия. КВН! Кивен! Өте нашар. Мен қуаттым. Не істейміз біз өлә деп сөйтіп. КВН қарайын ба енді мен жарғақ деп ойладым. Оған әрине уақыт болған жоқ. Достарымнан бүйтіп КВНщик достарым сұрайын десем, олар Құнардың темасын білмейді ғой, мысалы. Кімнің қандай немен айналысатынын, қандай телосложениеда, қандай не екенін білмейді. Сұрауға да біртүрлі сонымен. Әйтеуір тема бар ғой әйтеуір деп ойлап жүргем, бірақ бүгін сайыстың алдында отырмын ғой.
Ал, келді ал сол күн деп ал. Ойнал деген сияқты ше. Разия бастайды? Иә. Көріп айтып бірінші қалай болады екен жалпы. Негізі КВН деген не екен ғой. Иә, сосын ары қарай кете береді. Сосын бықсыңдар деші. Сосын бықси беріңдер спокойно деші. Біз ойынымызды ешкім көрмейтін сияқты біз Сосын өрденіңдер осы жерге кіріп келсе. Менің командам Абдрахимовтар отбасы. Назар аудардағы кім? Ғазиз ғой анау. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Пикми командасы. Әйт ағамыз аяғын көтерген күлкілі болды. Уже смешно. Уже күлкілі. Ақсеңгір. Өңке. Ал енді бірінші әзілімізді бастаймыз. Әлі басталған ба не? Әлі басталған. Есентай ЗАГСте. Құрметті Есентай, сіз Разияны әйел қылып алуға дайынсыз ба? Дайын. Оценка міне. Уноски. Құнарда ешқашан болмайтын жағдай. Құрметті блогерлар, сайыс әділ өтті ма? Иә. Жиза. Өмірден алған. Құнар сценаристі Шыңғыс пен Абылай ойынға сценарий ойлап табуда. А давай? Давай. Боспаевтар әулеті Оралбек ағай кішкентай кезінде. Папа, мен өскенде космонавт болам. Жоқ, газеліңді айдап жүремін. Негізі таста газел айдайсың ғой негізі. Мен жаздым. Құнардың қойлары өрісте. Бейсе неге кешіп келдің? Сөмкеден келетірмін. Абдрахимовтар отбасылық жарыстан кейін. Ой, қойсой бірінші орын алыпсың ғой. Ой, чөп жабудан бірінші орын алды. Ой, жайда бер. Ой, өзіңді шек қарнаш. Ой, күш. Мынау екі қолдап қойдым. Құнар аяқталғаннан кейін Дәуіт аға мен Оралбек ағаның әңгімесі. Оралбек ағамнан бір. Ой, жоқ ақша жоқ. Жоқ, менде жоқ ақша. Мен қайтарам ғой. Жоқ дейм, менде ақша жоқ. Тамаша. Ореке, 10 миллион құтты болсын да. Құнарда ойынға идея болмай қалғанда. Бәріне сәлем, бүгін бізде келесі сайыс, отбасылық сайыс, шапалақ шоу, біз бастаймыз! Келесі сайысты біліп қойды ғой. Енді қараймыз, бүкіл команда аңсағанның айлығын іздеуде. Рахмет. Таптыңдар ма? Әлі іздеп отыр. Сіздермен бірге Абдрахимовтар отбасысы, үйіндегі залы суық болса да, жүректері жылы. Браво. Домашка қашан нетесіңдер, осы? Рахмет! Драйв! Мен жайдарманда да бүйтіп ойнамағым. Дәуіт аға, молодец, Дәуіт аға. Актерлар айтшы. Сосын бізде айтқым келгені, Бәке, Сабира, ренжімеңіздер, мен точно білем, осы сайыста мен жеңетінімді. Себебі осы жерде Өзбекстанның азаматы және өзбек жақсы көретін адам отыр. Кішігірім сыйлық бар. Чудовайно. Осындай командалар ұнайды маған. Саған сыйлық. Как мило! Дейтінші. Бірінші командаға алғыс білдірем. Мен өзім жазым шуткаларды. Есентай жазды деп ойламаңдар. Честно, просто редактурадан Есентайдан өттім, бірақ өзім жаздым. Клянусь, өзім жаздым. Сәл өтірік бар деп ойлаймын. Жоқ. Неге? Күйеуі мысалы жақсы КВНщик. Жоқ, мен просто КВНге өте часто барам. Вот бізде бос уақыт бола ма? КВНге барамыз. Қандай болса андай болады ғой, типа университетте өздері университет
курс дейтін болады ғой, меж факультет, сондайлардың любой квенге барамыз біз. И мен уже хоть и кішкентайдан қызығушылығым болмаса да, я мен оған түсінем ше, квенді өзім жазалам, жазыңдар маған естеп шығар. Ладно, біздің камера қайсы мына ма? Ореке, Ақсеңгерге келдік па? Келдік. КВН ойнауға келдік па? Келдік. Тамақ іштік па? Іштік. Ойнаймыз ба? Ойнаймыз. Білесіз ба осы не үшін Дәуіт ағамыз пожарныйда жұмыс істейтін, білесіз ба неге екенін? Толқында да агым. Міне. Дара, біз КВН'іміз бастаймыз, бірақ КВН бастамастан бұрын енді әр командада негізі өзінің бір аттары болады, бір ойлап табады ғой енді бір креативпен ше. Біздің команданың атын кім деп қоямыз? Біздің команданың атын Элпа. Элпа? Неге Элпа? Лучшие подружки. Пикми десің сондай болса. Ендеше қарсы аламыз. Бірінші көретін әзілдеріңіз, көздеріңіз елестетіп көріңіздер, 1998-1999 жылдар Мадияр ағамызбен Орекең класстас екен бәріміз білетін жанымыз. Класстас қой екеуі. Сол Мадияр мен Оралбек мектептен қайтып келатыр. Екеуі мектептен қайтып келатыр. Білесің ба, ерте өскенде бізде қой көп болады, сиыр көп болады. Қол, маши, ондай жоқ қой. Өзіміздің сондай әзілдер бар. Елестетіп көрейік, біздің отбасымыз, Бозбаевтар отбасы Құнар Плюс жобасынан 10 миллион теңге жеңіп алды. Және Орекең осы ауылға келіп 3 семьяға бөліп беріп отыр. Қой, қомашы. Ондай жоқ, так. Келесі әзіл көреміз. Сонымен біздің білікті экспертіміз Жәнібек мырза кезекті түсірілімге кешікпей ерте келген кезі. Қомашы. Сонымен бәріміз отбасымызға енді 30-30 қойдан берді және 2 ангустан берді. Сонымен 2 ангустың әңгімесі. Бізде қылайды. Қойларға внимание көп болып кетті жота, Бізге внимание жоқ болып қалды. Бізді не үшін шақырды, біз өлшемейтін болса, или қайтамыз ба Алматыға? Қайтамыз ба? Етін кезде птичкіңіз бар еді ғой? Қоя берші. Бопты. Наусы бар. Сонымен көреміз, қыс мезгілі Мадияр ағамның үйіндегі қойларының әңгімесі. Оралбек үйіне барамыз ау деймін. Енді біздің үйдегі Дельфур жеңгемізбен Оралбек ағамыз жеңімпаз болып, шынымен де осы Құнар Плюс жобасына қатты беріліп кеткен соншалықты 10 миллион теңге жеңіп алған, және де келесі нәресте дүниеге келген. Атын кім қояр білмей тұр. Атын кім қоямыз жан? Атын ба? Құнар. Құнар деп қойған. Молодец. Осымен біздің жайдармамыз аяқталды. Дәке лучший, Ореке. Рахмет. Өйтіп өтірік шапалар мәк қойыңдар. Мен пәлем біліп тұрмын Разия отанатын. Разия мықты дайындалып келген. Осы жол шын мәнінде біз не істейміз? Мойындаймыз деп айтыңыз? Мойындаймыз. Тамаша. Негізі шірейміз деп айтып қой, шірейміз. Негізі бағанағындай бір-екі шутка болса, негізі болатын еді. Ореке, өзіңіз алып шықтыңыз. Ореке ғой бәрін, осы бәрін жазған, осы кісі айттым, өтпейді деп. Рефрендері бар, қой ше дегендері мықты Негізі болды. референт өте қатты күшті жіберді. Қатты Ореке, мықты. Күшті дайындалғансыз. Болды. Енді үшінші болып бізде формат кішкене өзгерек. Формат өзге. Адамдар көрмейтін қыса, ойнаймыз, жүріміз қошы. Еті ютубтан шәріп тұрғамыз көреміз да. Мен жаңа өңізді көрмеймін да. Адам ұялатын өңіз. Менде. Достар, бұл жарты сағатта жазылған әзілдер. Негізі сәл 40 минут тұрсақ жүреміз. Ертең мен бәрін кесіп, пост қып салам. Так, менде формат квен форматын ешқандай да мен хабарым жоқ. Сол үшін мен стендап форматында көрсетейін деп шештім. Өйткені мен квеннің шуткаларын мүлдем қақпағанский. Вообще, не знаю, что такое квен? Уже смешно. Біз бастадық онда уже. Так, сәлем, қалайсыздар? Амансыздар ма? Еште аман ба? Бауқалар құдалыққа барып келді ма? Сәкендер келді ма? Ауылдан ет алып келді ма? Жақсы ма? Жақсы. Менің есімім Сабира.
мені блогер ретінде көбісі Сабиркин деп таниды, кейбіреулер мен Сабинка дейді, кейбіреу Келінка Сабинка, Сабина дейді. 9-дан кейін колледжге түсіп кеткендер Сабыркина деп айтады. Кейбір апайлар, сен ана қыз емессің анау, келіндер түсіретін қыз емессің ба деп айтады. Кейбір ағалар, анау блог жүргізетін қыз емес пе еді, атын кім еді деп айтады. Түрлі аттарым бар. Менің жасым, естімей қалдыңыздар ма? Мен де естігім келмейді өз жасым. Тамаша. Мен ұрлап алдым өзіме. Мен негізі 4 баланың анасымын. Менде бір ауру бар. Ол аурудың аты тағы біреуін туып алсам екен. Ол ауру кішкентай шақалақ баланы көрген кезде қозады өзі. Қозып шығып тұрады. Негізі, менің организмнің өзі айтады, қумаш кім күте тұрайық кішкене деп айтады. Бірақ сонда да бұл аурум менде временами қосып тұрады. Мысалы, мен неге туа берем, мысалы, түсінбеймін өзім. Мысалға шаштарым түсіп атыр, тістерім түсіп атыр, белім деген қаға айырылып атыр. Память плацентамен бірге туып жүрген мысалға. Не туралы айтып аттым мен? Көп семьяда әйелдер айтады, наоборот, күйеулеріне, жан, пожалуйста, кішкене күте тұрайық, кішкене демалып алайыншы, потом туам, организм шаршап кетті десе, біздің семьяда, наоборот, Алмас айтады, жан, кішкене демалсаш, потом туамыз, кішкене демал деп айтады. Менің күйеуім стоматолог, ол күшті, ол көп ақша табады, стоматолог деген керемет профессия, бәрі, вау, стоматолог деп айтады. Бірақ біз сүйіссек, ол менің диагноз қойып тастайды сразу. 8 удалить ету керек саған деп. Мен балалық шағымда кедей болғам. Енді мама папам ренжімесін әрине. Хотя ренжі берсін, кедей болған өздерінен көрсін. Мен енді кінәлі емеспін, олар не о чем болғаны, дұрыс па? Әрине қалжың менің ата-анам мен үшін әрдайым ең керемет жандар болады, ең керемет кедей жандар болады. Бірақ Аллаға шүкір қазір бәрі жақсы, но сейчас не об этом. Мысалға, мен балалық шағымда кедей болсам, Алмас наоборот бай отбасында болған, ол күнде киндер жеген, мен киндер дегеннің К деген әрпінде көрмегім өмірінде, ода күнде тәттілер жейтін болған, ойыншықтар күнде, даже Сонигі болған, Сони ма сондай болған. Мен айтам да, мен неге сол кезде алып кете салмадыңдар деп. Бірге өсе беретін едік қой, өзің өлдің ба жеп жалғыз өзің деп. Рас қой. Мынау енді жиза ғой. Мен айтам, сен мен алып кетсең, бірге өсетін едік, бірге бөлісетін едік. Мысалы, несправедливо же, мен еще оған бала туып берем. Не үшін туа мен айдаладағы біреуге бала туып беріп жүрмін мысалға. Еще балалық шағымда киндер жеген жоқпын. Пока күшті беріп жатсыз. Өте жақсы. Қыздар, байқайтын шығарсыздар көптеріңіз, күйеуге тигеннен кейін күйеулеріңіз сіздермен жаңағы біраз уақыттан кейін өздерінше болып сөйлеспей қатайып сөйтіп жүреді. Байқайсыңдар ма? Болады өзі қатайып, бірақ бір досы звондаса, алло, ассалаумалейкум, деп күледі. Сонда сол бір Алмасты бір ассалаумалейкум үшін мәз болып бақытты қылады деймін да. Қасында мен еще бала туып берем оған. Это же несправедливо. Дұрыс. Алмас. И әрдайым күйеуге шыққан қыздарға мен айтам, туып ал, жассың ғой, туып ал, қатар-қатар туып ал, бірге өседі, зато ертең ерте болады деп, оңай болады деп айтам. Неге мен жалғыз өзім қиналуым керек? Соңғы әзіл, негізі Аллах тағала әкелер создавать еткен кезде бір функцияны бірге қосып жүрген организмдеріне, ол қонақ келер кезде жағаласып чай ішу деген функция. Обязательно қонақ келер алды, олар бір чай ішіп алайық, көкнен чай ішіп деп жүреді жағаласып. И мен сол көп ойландым ол темаға, неге өйтеді екен деп. Содан кейін түсіндім, оказывается, олар шайға тойып алады да, қонақтар келген кезде кішкене андай стап жүріп қой. Жеңдер, чай ішіңдер деп жүру үшін екен, оказывается. Таутаға жасамады. Все, болдым. Сабиркин, это было легендарно. Мықты. Тыныстырған. Это было легендарно. Сабиркин Сабурова. Болды. Мен стендапты қоятын болып шештім. Остальне қою керек. Аяқ асты стендап оқып кеттім. Жақсы. Маған да өте қатты ұнады. Ұнады ма? Мы ждем тебя. 4 баланың анасына жарасады деп ойлаймын. Да? Құдай өзі кешсін.
бөле новый не сияқты формат сияқты төртінен алса прям Достар, біздің жобада 4 ақ орындық болғандықтан біздің отбасыға орындық жетпей қалды. Біз оңаймаймыз, бірақ мен ойлаймын дәл осылай тұрғанымыз дұрыс шығар, себебі бірінші орын, екінші орын, үшінші орын. Өзіміз шешіп қояйық деп ойлаймын. Шарап сол. Енді бүгінгі КВН жарысы өте тамаша болды деп ойлаймын. Командалар өте жақсы дайындалған. Келесі маусымда да күтеміз сіздерді. Мынау енді келесі әкім кубоктерінде, Ақсеңгір әкім кубогінде күтеміз сіздерді. Енді бүгінгі есте қалған әзілдер жаңағы ылғи ұятсызда әзілдерді есте қойып жоқ, күшті болды, барлығы ұнады. Тырысқандарыңызға, мынау біздің блогерлерден бөлек отбасы мүшелеріне бір рахмет, осылай ойнап тырысқандарыңызға. Сосын Сабиркинге рахмет айтқым келіп тұр, осындай жалғыз өзі жаңа форматта өз-өзін енді қатты болды, енді ана бір-екі қатты шуткалар болды. Енді әрі қарай өзіңіз не дейсіз? Негізі мен жұмыстан келатқам шаршап. Бүгін бір демалып қалдым командар, рахмет. Күшті болды, көңілім көтеріп қалды. Дәке, Ореке екеуіңіз вообще тандемсіңдер. Сіздерге бір команда ашу керек, маусым өтсіңдер. Разия, Дәуіт аға, Разия отбасыларымен күшті дайындалып келгенсіздер, күлкілі болды. Сәке, вообще молодец, мен стендап соло алып шықтым. Жаңа ғана білді ғой. Қойшы деді ма, онда қазір шығып айта салам ғой деді. Бұдан айырып тастадыңыз. Күлкілі болды, иә. Тамаша. Жоқ, көзіме тіке қарады, айт, ұтылдың деп айт. Дәке, өкінішке орай осы сайыста ұтылдың. Мен түсініп отырмын, түсініп отырмын. Сәл жетпей қалды. Біздегі мықты әзілдердің бәрі Альфредтің ішіне ағып кетті. Негізі, ана жақтың бәрін алып келсең, ол эфирға кірмейтін бірақ қолға. Дәкелерді көкілі болып, аз болып қалды. Тағы да просто сөйлей бергенде болды ғой. Бір хабарлайсың да, Ореке бір сөз айтады, көкілі болады. Просто мен басқа командаларға шанс болсын деп әйтпесе берілсе. Болды да, үшінші орын құтты болсын айналайын, Дәкежан. Қаладан команда келатыр еді ғой бүгін КВН ойнауға. Атмен ақ жібердік қой. Болды, Дәкелер үшінші орын. Бетіме құтты болсын. Мен айта берсе жайналып кет. Сабиркин екінші орын, құтты болсын. Және Разиялардың отбасысы бірінші орын, тамаша. Негізі сындап болғанда Сабирке бірінші орын алатын еді. Изи. Егер қазір сындап болып, мен шығып, тағы да бір 5-6 сындап комикті шығарса, Сабирке сонда да бірінші орын алатын еді. Бірақ мен бір нәрсе айтайын. Жоқ, реально айтатын. Жоқ, Сабиркин шығасында тудым дейсің, болды айыр бересің. Тудым. Сабиркиннің әзілдері ондай стендап жанрында әлі ешкімде жоқ ондай. Ешкім 4 баласымен әлі стендапқа шығып күлдірді, өйткені ол 4 баласын да асырай алмай жүргендер бардан, уақыты жоқ болып. Бірақ солардың ішінде осындай әзіл тауып, надеюсь, алдағы уақытта наң барлық әзілдер жүйелеп сахнаға шығасыз деген үміттеміз, өйткені мына әзілдер далада қалмау керек. Және бұл әзілдер Инстаграм емес, кәдімгідей сахнада айтылу керек деп ойлаймын. Сабиркиннің выступлениясынан кейін біздің үйде Диля шем айтады. Мен де шығайын стендапқа, мен де бесеу ғой дейді. Бәріне кінәлі еркек тоже отыр дейді. Мың алғыс әке! Велосипед берген! Тамаша. Айдап, ақша тапқаның үшін. Мына әзіл бағана КВН-де болғанда бірінші орын еді ғой сен. Осыны қоспай-ақ қойын дедім, Разиға өтсін деп. Айтпесе қоссам. Сендер қатты күлдірдей ма? Кіндігін көрсетші. Осымен бүгінгі біздің сайысымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар. Қай әзіл қаттырақ ұнады? Төменге жазып кетіңіздер. Менің ойымша барлығы қатты ұнады. Бірақ сонда да жазып кетіңіздер. Тамаша. Ең есте қалған сайыс. Мен үшін сіздер сауық дегеншін қойма. Я, шынымен. Сіздер сау? Мен үшін сайыс деп айтпай ақ қойын. Экспертный часть. Қолым тұтқан кезім. Қолысын ол менде әлі травма ғой, білесің, сиыр көрсем ұяламын. Қош.
ана ішіндегі чувство жүре алмай кетті есеңіз кетті сиырдың бір жерден қолын тығып тұрған приятно деп ойламаймын енді как минимум Қандай болды? Жылы болды ғой, что-то жылы и бүйтіп андай қолың ішіне сорып жатады да ше біз ана демалады ғой демалады деп жіберетін сияқты болады да и қайтып деп қысады ғой ішінен ше прикинь и бүйткен кезде типа ішінде бүйтіп бір бұзаудың басын ұстайсың көрінеді дейді ғой дым жоқ па? бүйтіп қарап таппай жатыр вроде ет сияқты нәрсе ұстап жатыр түсінбей біресе ана уже ана деп сиыр қозғалған кезде қолын шығарып жібердім ғой жүрегіме ауыр тиді ше мен партнерский рода кірмейін деп Не? Садағаты болсын. Да. Ай, бе! Қай заманға кетіп қалдың? Ай, Дәуіріне Ностальгиядан жетті ғой, садақ па? Мә, кетіп қалып, қояқ қойып келсе жылағым келші. Жиналысымызды осындай тамаша көңіл күймен бастаймыз. Себебі 19 шілде күні Алматыда оф-топ деген керемет жерде Құнар фест болайын деп жатыр. Тамаша, біріншіден барлығыңызды сол жерге шақырамыз. Тегін, осы отырған барлығыңыз тегін келесіздер. Ал құрметті көрермендер, сіздер билет алып келіңіздер. Сағат 3-тен бастап билеттер sходим.com сайтында. Ол жерде не болады? Бізде сағат 3-тен басталады барлық қызықтар, керемет ұлттық тағамдар, әдемі ойындар, тамаша 500-ден астам сыйлықтар, әншілеріміз барлық осындай керемет, және де біздің инфлюенсерлер және отбасылар болады. Керемет фесттен қалып қоймаңыздар, құрметті алматылықтар. Аңсаған екеуміз жүргіземіз. Алматыға келіп, сол уақыттарда Алматыда болам дейшілер болса, онда келіңіздер. Толық ақпарат біздің Инстаграмда Құнар.kz-тен қарасаңыздар болады. Ал жиналысымызды бастаймыз. Тағы да аман есен бір жиналысқа жетулеріңізбен құттықтап қояйық. Осы шығарылымда қандай жарыстар болды, не қызықтар болды, бір айтып шығайық. Бізде отбасылық сайыс ол картошка тазалау, яғни ең аз бүйтіп ашқан кезде ең аз құртқан деген сондай. Толқын әпке, Дәуіт ағамен ажырасып кеттіңіз ба? Құдай сақтасын. Емеусімда бір жылдық несі болсын. Просто ана жерде өрт болып отыр, соған кетті ағам. Әне келді солай. Міне дәкеннің аузынан бір тебейік па. Бізде алғашқы отбасылық сайыс картошка тазалау. Ол жерде енді жеңіске жеткен бізде Дилфуза жеңгеміз. Құттықтаймыз! Екінші орынды иеленген Толқын жеңгеміз, және үшінші Марта жеңгеміз. Артынан санағанда бірінші. Жоқ, Марта ханым просто ойын шарт дұрыс түсінбей қалды. Фриға турау керек шығар деп қалды, қалың кескен ғой. Білмей қалды. Сол сайыстың бір қой былай жібермес бұрын, оған дейінгі сайыстың, жалпы оған дейінгі қойлардың бір санын айтып шығайын, иә? Бізде 59 қоймен разияларда 59 қой, сәберкендерде 60, ал дәкелерде 62 еді, бірақ дәкелерде 2 қой төлдеп 64 болды. Яғни қазір бізде болып тұрған 59-64 еді. Ал жаңағы сайысты алған кезде бізде дәкелерде 65 болды, сәберкендерде 59, сіздерде 59 болып қалды. Яғни 59-65. 6 қой разница. Тамаша, 59-65. Ал бізде екінші сайыс бұл блогерлік сайыс. Интересно, кім жеңеді екен? Блогерлік сайыс бізде КВН. Біз қалған конкурстарға қатыспаймыз деп шештік. Бізде блогерлік сайыс болды. Блогерлік сайыста жаңағы КВН ойнап, қарқылдап, ішіміз содан әлі ауырып тұр ғой. Ойбай. Тоқтамайтын күлкілер болды. 3 жылға күліп тастадық деп ойлап қоямын кейде. Сол күлкі жарысынан бірінші орын алған бізде Разия. Және автоматты түрде... Разия емес, Абдрахимовтар отбасы. Пикми командасы. Қазір алып қоям қойларын. Абдрахимовтар театры. Абдрахимовтар театры. Театр. Жанға жайға жайып шуақтай. Ескінің адамдар екен. Абдрахимовтар отбасы деш? Абдрахимовтар отбасы. Отбасы. Тамаша. Мен үшін ең үздік актриса болған Толқын әпкем ғой. Ана қатты жібердім ғой
қосылам. Сол, ол шын эмоциямен күліп жібердім, мен вообще күледі. Давай деймін сен. Бар жібердім. Ой, еске салмаңдаршы, күліп отыра берем дедім ғой. Әзер тоқтат өзіңді. Енді сол шығарылымнан кейін бізде Разияларда 61, Сабиркендерде 58, ал Дәкелерде 64. Осының бәрін басында сақтап отқан не деген ми десеңізші мекірді. Екі қой, бір картошка. Бүгін Разия біреуін қайтарып болды. Екі қой плюсқа кірдім. Ертең бұйырса қол күрес сайысынан екі қой алсам, 4 болады. Қол күреске? Өнер жоқ, басқа өнер жоқ. Қол күреске просто біз қол күресу керекпіз де. Сондай ма? Сондай? Сондай болды. Жоқ менде. Да? Дос жоқ, туыс жоқ, бауыр жоқ, ақша. Бір хитрость істеуге болады ғой, одан жеңпетуге болады. Енді бар өнерім сол болып тұр. Қойши, болмайды ғой олай, бола ма? Болмайды әне? Тезек жабыстырып жарысайық. Давай. Тезек жабыстырдық қой тапса. Сол ғана келетін болып тұр ғой қолымнан жалпы осы конкурс бар. Либо мясорубка жинап па, қайсына ұтып аттым ше. Либо алтылық ойнап па, білейін, қолымнан не келеді, соны ойнағым келіп жатыр, білмеймін. Ұзындыққа секірейік ше, жүгіріп жарысайық. Ұтып қалмасам болды қылабын, шарманда бол, ойын бәрін бере, отпазам болды. Оралбек ағашқа қолым байлап қойып ұратын сияқты ұтылып қалсам ше. Әр шығарылымның соңында бір жақсы жаңалықтан аяқтау керекпіз ғой енді. Аға қой бересіңдер ма? Біздегі ангустарымыздың бір елеп ескерейік деп шештік сол кісілерді. Ангустарда. Сол екі төлін, біздегі ангустың екі төлін тамаша бағып жатқан деген номинацияға ие болып, енді бұл кісілерге қандай сый берсек екен деген нәрсені ойластырып, бізде Бутешевтер отбасы карточка жеңіп алды. Енді менде екі карточка бар да қазір. Мен жазып қойдым. Бірге мынандай карточка, екіге мынандай карточка деп. Сол бірінші Сабиркен таңдаңыздар, қай бір или екі екен. Бір или екі екен таңдаңыздар, мен сосын сразу заметкидағы ананы ашып беремін сіздерге. Не үшін сіз таңдаңыз? Не үшін Мадияр таңдайды деп сөйтсек? Жоқ, біздер негізі қазақтар әр кезде ер адамға жол береміз, сен деп. Жол сіз өзіңіз таңдаңызшы. Менде міне екі карточка тұр. Бір немесе екі. Қазір қараңыздар. Қазір, подожди. Главный герой вечера кетір. Бүгінгі кешті емес, бүгінгі Ақсеңгірдің героя. Бүгін кішігірем өрт болған соң өрт сөндіріп келе жатыр ағам. Қарап қып-қызыл көтті ағам. Былаймен екі, былай кері жақып келсе ше былаймен. Таңдайын ба? Бір немесе екі, мен сосын қандай карточкалар ке айтамын. Таңда Марта. Бірді таңдадыңыз. Мен екіде не болғанын айтайын, е? Екіні таңдаған кезде, екіде бізде жоқ деген карточка, яғни сіздерден бір қой алам десе, жоқ дейтін карточка еді. Ал бірде қандай карточка дейсіздерді? Деген карточка дейсіз. Онда не үшін бере саласың десе? Ал бірде давай деген карточка. Онда вообще ол карточка вообще сыйламай қойыңдар. Сіздер біреуден ұтсаңыздар, и давай деп тағы бір қой алып аласыздар. Түсіндіңіздер ғой, ә? Екінші қой, да? Иә, кез келген сайыста. Отбасылық болсын, отбасылық болсын, блогерлік сайыс болсын. Прикольно. Қызықсындар бітті ғой уже конкурста. Прикинь, соны бағана айттық та қайсысын таңдаттырамыз деп сөйтіп. Жоқ немесе давай деп. Бір далдың давай. Міне бір давай, екі жоқ деп тұр. Жоқ, енді біз қашан оны келесі блогерский сайыста Дәке өзі ұтады, явно. Иә. Оған қалай давай дейсің? Жоқ деп таңдау. Типа давай. Бұл время беру керек сол кезде. Соны айтам, сіздер вообще түстенген ойнап кетесіздер. 100 рет айтам. А вот возможно же, что блогерский сайыстан басқа біреу жеңіп кетсе? Быть не может такого. Нет, а вдруг вот хитростьпен бірдеңге қылып, вот жеңіп кете аласың, например. Возможно же? Быть не может. Вообще возможно, скажите? Негізі допустимо. Мен мысалы үшін бүгін бірінші орын. Негізі бүгін, мне кажется, менен басқа біреу жеңу возможно болады. Нет, даже Есентай болса да, потому что андай... Есентай сұраған жоқ қой менен. Но енді мен конкурс қол күрес қой, хитрость білмеймін, екі қол салып келесің ба, не істейсің? На или удельно, возможно, было бы, да, наверное, нет? Жоқ, сіз қол күресті. Әділдік болу үшін жоқ дегенді берейік та? Неге?
Онда давай ала бересіздер Объявление қоя алайын десе жоқ деймін ба? деген Уже жоба бітті, не деп Подождите, давайте теперь мы оспорим этот момент. Раз уж вы опоздали с вашими карточками, будьте добры, мы хотим взять вот этот жоқ дегенді. Мен бере салуға андай құтырым келісіп тұрмын. Аңсаған, келісіп тұрсың ба? Келісіп тұрмын. Онда жоқ деген карточканы ал. Болды, құтты болсын. Бірақ оны ертеңгі блогерский сайыста пайдаланбайды. Пайдалана береміз, мына кісілерді кез келгенге пайдаланып Ойбай, неғып бет тырнасып кеттік бір сұрайық та кішкене, бола ма, болмай ма деп. Егер давайте честно жасап бітірейік ана екеу деген нәрсені. Келесі конкурстар пайдалана беріңдер, это чисто по-человечески ғой. Жоқ, ол не так екеу болады ғой. Соған қолданбай ақ қойыңдар, келесіне қолдана берейік деген ғой. Бітті ғой, 2 ақ сайыс қалды ғой. А что, мен отыратын кезесіне қоя алмай қалам ба? Сен бір қой итак аласың ғой? Жетпейді саған. Бәрі ұтасың ғой қой. Жоқ, жетпейсіз. Дәке, сен и так в плюсе. Нет, Дәке, ты же и так в плюсе. Нет, қара, бірақ қоя аламын басында мен. Радиядан ғана аласың ғой? Сен енді и так 64 болып тұрсың ғой. Дәке, подожди, давайте рассудим вот так. Сен егер ұтылып қалам, ойбай бұл деген маған қорқыныш дейтін болсаң, сен ұтылмайсың бәрібір. Қорқыныш, ұтыла алмау деген миымда тұр. Неменеге 2 ақ сайыс қалды? Қалай 2 сайыс қалды бізде? Блогерский атаулар сайысы қалды. Үшеу. 3 сайыста қара. Наяқтан қойымды екеуін аламай қалсам. Ала аласың ғой. 64 қара, тыңдап көрейік, пожалуйста. 64 қой. Ертең 3 сайыс қалды. Мысалы, блогерский біреу ғой, наяқта 2 қалды, дұрыс па? Егер 2-інен сіздер каждыйыңыз менің семьямды алып кетсеңіздер, сіздер жетіп аласыздар ғой ма? Просто если андай ғой. Изначально сол келісіп. Жоқ, бекек, менде жақсы идея бар. Сіздер жоқпен давай екеуін де ұстайтып тұрыңызда, если ертең блогерлік сайыс немесе Дәкенікін өткізіп алайық, одан кейінгі сайыстарда қайсысын қолданғыңыз келеді, соны қолданасыздар. О, это мне нравится. екеуін біреуін. Зато ертең Дәкенікісінде қолданбайды да, сондай. Болды ма? Әйтеуір қолданасыздар. Болды. Сол ғой мен тұрмын. Әйтеуір қолданыңыздар, ертең емес деп. Болды, бәрінің көңілін таптың. Сен блогерскийді қолданбаймыз. Иә, қалғанда смело деп тұр. Одан кейінгісінде сіздер, егер ұтылып жатсаңыздар, давай-давайды, ұтылып жатсаңыздар, жоқты қолданасыздар. Әйтеуір қолданысын дегенім ғой. Өте күшті. Сол давайте. Маған енді осы жерде маған бір 3 000 теңгеден жинайтындай болды. Жоқ, 3 мың аз ғой. 3 мың аз, онда 3200 теңгеден давайте. Тамаша, осымен бүгінгі біздің жиналысымыз аяқталды. Бір шабал ұрып қойыңыздар, бір тамаша. Бара-бара әйтеуір азайып бара жатыр, біздің локациямыз азайып бара жатыр. Келесі жолы жаяу жүреміз дедік. Келесі жолы мына мата жоқ, орны жоқ, жерде отырамыз. Жалпы бара-бара құлдырап бара жатырық. Жоқ, келесі жолы телефонмен түсіреміз дедік қой, үйден түсіріп жүр. Осымен бүгінгі біздің шығарылымыз аяқталды, құрметті көрермендер. Лайк, комментар, соңғы бір 4-5 лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазып, біздің жобамызды қаншалықты жақсы көретіндеріңізді бір жазып кетсеңіздер болады. Аман сау болыңыздар, сіздермен дәл сол махаббатпен Нар Плюс жобасы барлығыңызды жақсы көреміз. Барған сайын көңіл күйіміз түсіп бара жатыр, өйткені өте аз шығарылым қалды. Өте аз шығарылым, өте аз қой. Деп сөйтіп. Соңғы күні шынымен бірақ өкінішке орай деудінші, барлығымыздың өкінішімізге қарай. Өкінішке қаралайсады, қуанышқа оралайсады ғой. Өкінішке қарай деуден бір ғана отбасы жеңімпаз болады ғой. Бірақ жыл бойы, осы 12 ай бойы шынымен де 3 отбасыра жеңімпаз болуға лайықты болды деп ойлаймын. Себебі ол кісілер өмір бойы камера көрмеген кісілер, өмір бойы осындай түсірілімді көрмеді, сайысты көрмеген кісілер, бір ауылда тұрған, осы ауылдың төңірегінде тұрмыс тіршілігін жасап жүрген кісілер үшін бірден тұтқиылдан осындай команда келіп түсіріліп жасап үйренісу қиын болды, бірімізден тіл табысу қиын болды. Әйтеуір сөйтіп өмір сүріп жүрген кезде шынымен де бауыр басып қалғанымыз түсінбей қалдық та. Шынымен де бір ғана отбасы 10 миллион теңге алатыны кейде қынжылтады. Себебі барлық отбасы менің ойымша лайықты, қатысты, лайықты, әркім өз дәрежесінде жасады деп ойлаймын. Ешкім ұтылам деп сайысқа қатыспайды. Ешкім қойшысын деп ешкім бүйтіп жүрген жоқ та. Барлығы айтса қолына келгенше тырысты, просто біреуі тезірек болды, біреуінкі әдемірек болды деген секілді. Ұтатын адам болады, ұтылатын адам болады дегендей. Сол үшін отбасылар да оны керемет түсініп тұр. Бағана бір 19 күні ше пачк салфетка алып келіңдерші. Қатты жылаймыз бәріміз. Қатты провокация етеміз деп. Жаңағы отбасылармен сөз асып сөйлесіп отырған кезде бір алдырына келіп айта қалды да. Енді кім ұтса да бұйырған отбасы ұтады ғой деп сөйтіп айтып жатыр да. Түсініп жатыр, оларда плюс-минус қай отбасын ұтады деген отбасының өзінің ставкалары бар. Соны өздері де дайын морально. Оларға маңыздысы бұл болып тұрған жоқ. Оларға маңыздысы
сендер енді келмейсіңдер ой, біздер сендерді күтетін едік, сендер келер алды біз 2 күн бұрын дайындалып бастаймыз. Айтып жатыр да, соны ойланып жатыр, мә, біздер үшін бір бұл кәдімгі бір реалити шоу болса, ол кісілер үшін бір жаңа оқиға, тарих, ертеңде есте қалып кететін тарихты. Соны қарап ойлап жатыр, мә, шынымен де бір үлкен бір отбасы болып кеттік. Олардың және біздің есімізден ешқашан кетпейтін бір тарих болып қалмақ Құнар жобасы.